2004 жыл. Үйден шыққан 11 жасар Карли Бруша үйіне қайта оралмады. Оған не себеп болды? Бүгінгі бейнебаянда Карли Бруша туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге Fortress of History каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. 11 жасар Карли Бруша Флорида штатында анасы Сьюзен мен өгей әкесі Стивенмен тұрған. 1 ақпан 2004 жыл кешкі мезгіл еді. Американдық футболдың соңғы ойынның теледидардан көрсететін болғандықтан, Карли құрбысының үйінде бірге көрмек болды. Бірақ футболдың басталуына жарты сағат қалған кезде Карли үйге кететінін айтып шығып кетті. Үйіне дейін көлікпен жеткізуіне бас тартты. Құрбысының үйінен өз үйінің арасы 2 километрдей еді. Сьюзен қызының жаяу келе жатқанын естігенде Карлидің өгей әкесіне хабарласып қызды жолдан алып келуін сұрады. Өгей әкесі жол бойы қызды іздеді, бірақ өкінішке орай қызды ол таппады. Анасы Сьюзен полицияға қоңырау шалды. Полиция қызметкерлері келіп, Сьюзеннен ол құрбысының үйінен келе жатып жоғалғанын айтты. Олар Карлидің құрбысына барып, онымен сөйлескенде, құрбысы анасын уайымдап үйге бару керек деп шығып кеткенін айтты. Өйткені анасы сол күні өгей әкесімен қатты ұрысып, қыз соны уайымдап үйіне шығып кеткен. Полиция қызға іздестіру бастады. Көршілеріне, достарына хабарласып іздестірді. Бүкіл ауданда іздей бастады. 2 ақпан таңертең Карлиді таппағаннан кейін олар іздеуге иттерді қосты. Иттер Карлидің киімінің иісі арқылы табар деген ойда болды. Иттер полицияны жолдың бойындағы көлік жуу орталығына алып келді. Сол жерден әрі қарай иттер із таппады. Итпен іздестіру сол жерде тоқтады. Полиция қызметкерлері автожуу орталығында бейнекамераларды қарауға кірісті. Бірінші бейнекамерадан олар ештеңке таппады. Кейін екінші бейнекамерадан одан да ештеңке таппады. Ал үшінші бейнекамерада олар қыздың келе жатқанын және оған қарама-қарсы шыққан еркекті көрді. Ол қызға жақындап бір нәрсе айтып, қолынан ұстап алып кетеді. Бұл азаматтың киімі механиктердің формасына келеді. Комбинезон және бейджігі бар. Өгей әкесі Стивен полицияға сол күні қызыл пикап автокөлігін көргенін айтты. Ол көлік сол көшеде ары-бері жүргенін және көлік жуу орталығының алдында да болғанын айтты. Және Карлидің құрбысының үйінің қасында көргендігін туралы мәлімдеді. Ол көлік Рон деген азаматтікі болып шықты. Рон ол Карлидің құрбысының анасына келіп жүрген жігіт екен. Ронды учаскеге алып келіп, сұрақтың астына алды. Ронның айтуы бойынша Карли жаяу кеткенін естіген кезде, ол да шығып көлікпен қызды іздеген. Содан кейін жұмысына кеткен. Камерадағы түскен бейнедегі уақыт кезінде ол жұмыста болғанын айтты. Кейін жұмыскерлері, бастықтары бәрі бір дауыспен Ронның жұмыста болған туралы растады. Ендігі кезекте Карлидің анасын Сьюзенді полиция қызметкерлері шақырып, бейнедегі ер азаматты көрсетті, бірақ анасы оны танымады. Бүкіл Америкада бұл қызға іздеу салды. Жаңалықтарда, жарнамада, бүкіл телеканалдарда хабарлады. 3 ақпан таңертең полицияға бір азамат хабарласып, бейнедегі еркекті танитынын айтты. Ол бейнедегі адам оның жұмыс серіктесі екенін, ол оның жүрісінен және үстіндегі жұмыс киімінен таныды. Бейнедегі еркектің есімі Джозеф Смит еді. Полиция Джозеф Смиттің мекенжайын тауып, оның үйіне барып, оны тергеді. 40 минутқа созылған тергеуде Джозеф ол уақытта үйде болғанын және бейнедегі адам оған ұқсайтынын айтты. Үйдің иесі де Мими атты әйел оның үйде болғанын растады. Сол күні кешке полицияға Мимидің күйеуі келіп, әйелінің қателескенін айтты. Өйткені Джозеф оған келіп көлігін сұраған.
ол оған көлігін берген. Джозеф үйінен шыққан кезде үстінде бейнебаяндағыдай комбинезон болған. Ол көлікті жарты сағаттан кейін алып кеп берем деп айтқан иесіне. Бірақ ол келесі күні таңертең сағат 7:30-да Джозеф машинамен келген. Осыдан бастап Джозеф күдіктіге айналды. Полиция Джозеф Смитті тергеуге алды. Бірақ Джозеф ештеңе айтпайтынын айтты. Ол қорғаушым келгенде сөйлеймін деп сұрақтарға жауап бермеді. Келесі күні Джозефтің туған бауыры Джон полицияға хабарласып, Джозеф оған қызды ұрлағаны туралы, зорлап, тұншықтырып өлтіргені туралы, шіркеудің артына апарып тастаған туралы айтқан. Полиция қызметкерлері сол жерге барып, қыздың мәйітін тапты. Джозеф 1 ақпан күні көлікті үйдің иесінен алып, жолда Карлидің көрген. Көлігін алыстау жерге қойып, Карлиге қарсы шығып, қолынан ұстап машинаға отырғызып, 5 шақырымдай жерге апарып, қызды зорлап өлтірген. Джозеф Смитті түрмеге жапты. Ол 2021 жылы шілде айында түрмеде жанын тапсырды. Белгісіз себептерден.